Сәлем достар, сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет, өте оңай жасалуы көп уақыт алмайтын таңғы рецептімен бөлісем. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен бізге қажетті заттар осындай лаваш қамыры, сосиска, жұмыртқа, шпажки және дәміне қарай тұз және бұрыш қолданамыз. Алдымен жұмыртқамызға тұзымызбен бір қара бұрышымызды салып аламыз. Яғни бұл жұмыртқаны лаваштың арасына жағатын болғандықтан кішкене дәм беру үшін осылай тұзбен қара бұрыш қолданамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, жұмыртқалы массамыз дайын болды. Енді келесі кезекте лаваш қамырымызды алып, арасын ашып, осы жұмыртқалы массамызды арасына жағып шығамыз. Бір келкі барлық жеріне жағамыз. Мінекей осылай жағып шықтық. Енді сосискаларымызды орналастырып, ортасынан қақ бөліп орап шығамыз. Енді тағы да келесі лавашымызды көрсетейік. Дәл солай жұмыртқамызды жағып аламыз. Сосын ортасынан екіге бөліп, бір бөлігіне бір сосисканы артық жерін кесіп алып тастаймыз осылай пышақтың көмегімен. Осылай дөңгелектеп орап шығамыз. Екінші қамырымызды дәл солай бірінші қамырдағыдай орап шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді осындай шпажкалар қажет болады бізге. Оралған лаваштағы сосискаларымызды пышақтың көмегімен дөңгелек қылып кесіп аламыз. Бірінші артық жерін кесіп алып тастаймыз. Осылай дөңгелек қылып бір келкі турап шығамыз. Барлығын солай жасаймыз, яғни артық қамырларын алып тастаймыз. Осылай бір келкі домалақ қылып кесіп аламыз. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңызды дәл осылай кесіп шығамыз. Енді шпажкамызға осы тураған сосискаларымызды салып шығамыз. Енді шпажкаларыңыздың көлеміне қарай, яғни менде үлкендеу болғандықтан 4-теуден салдым. Егер сізде де кішкентай болса, 3 штуктан салсаңыздар болады. Мінекей дәл осылай барлық шпажкаларымызге сосискаларымызды салып шығамыз. Еш қиындығы жоқ. Үйде бар заттардан жасалынатын өте оңай таңғы ас. Мінекей осылай дайындап алдық. Енді жарты пиала сұйық майымызды табамызға құйып, астын орташа отта қойып, шпажкідегі сосискаларымызды пісіріп аламыз. Екі бетін қызарғанша жақсылап пісіреміз. Мінекей дайын болып шықты. Өте дәмді, балалардың сүйіп жейтін таңғы асы. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай, көп уақытты алмайды. Екі-ақ заттан жасалынады, яғни лаваш қамыры мен сосиска болса болды. Тез жасалынады. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.